Мұнайма, егер сен кедей болсаң, онда басқа біреулердің аштықтан өлім алдында жатқанын, не қарызға батып, төлей алмай айласы құрып тұрғанын еске ал. Мұнайма, егер сенің көлігің жоқ болса, онда сен басқа біреудің басарға аяғы да жоқ екенін еске ал. Мұнайма, егер сен ауырып жатсаң, біреулердің көп жылдан бері төсектен еш тұра алмай жатқанын еске ал. Мұнайма, егер сен жақын адамыңнан айырылған болсаң, біреулердің бір мезгілде бірнеше бауырынан не керек болса бүтіндей отбасынан айырылып қалғанын еске ал. Мұнайма, өйткені сен Аллаға, оның пайғамбарына, оның періштелеріне, қиямет күніне және жамандық пен жақсылық тағдырмен белгіленгеніне иман келтірген мұсылмансың. Ал енді қаншама адамдар Аллаға иман келтірмей, пайғамбарларды өтірікшілер деп, түсірілген қасиетті кітаптарды келемеждеп, қиямет күнін және тағдырды жоққа шығарам деп тентіреп жүр. Мұнайма, егер барлық адамдар жиналып алып, саған қандай да бір жақсылық жасағысы келсе де, олар Алла тағдырына жазғандай ғана жақсылық жасай алады. Ал енді егер олар жиналып алып, саған зиян тигізгілері келсе, олар Алла тағдырына жазғандай ғана зиян келтіре алады. Мұнайма, өйткені қайғы-мұң жоғалған нәрсені қайта орнына қоймайды. Уақытты қайта артқа жұртпайды. Өліні тірілте алмайды. Тағдырыңа жазылған нәрсені артқа қайтара алмайды. Және еш пайда бермейді. Мұнайма, өйткені өзіңнің қайғы-мұның және көңілсізденуіңмен сен шайтанды қуантасың. Мұнайма, біз пайғамбардан үлгі алуымыз керек емес пе? Оған Алла тағала мұнаймауға үкім қылған. Біз сенің көкірегіңді ашып, кеңітпедік пе? Мойындағы ауыр жүкті жеңілдетпедік пе? Беліңді қайыстырған ауыр жүкті жеңілдетпедік пе? Сондай-ақ есіміңді мақтаулы етіп, мәртебеңді көтермедік пе? Демек, әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар. Иә, рас, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Ендеше бір істі бітірген соң, бірден басқа іске кіріс. Сондай-ақ, қандай іспен айналыссаң да, әрдайым Раббыңа, оның разылығына қарай ұмтыл. Мұнайма, өйткені қайғы-мұң жан ауруының, пұшаймандықтың және денсаулықтың нашарлауының негізгі себебі. Мұнайма, сенде Құранның және Алланы еске алуың, оған дұғамен жалбарынуың және намазың, садақаларың және жақсы істерді жасауға мүмкіншіліктерің бар емес пе? Мұнайма, егер сен шынымен қайғыға ұшыраған болсаң, онда қолдарыңды түсірме, бекершілікке және уайымға берілме, бос және әрекетсіз болма, керісінше іске ынты-шынтыңмен кірісте пайдалы нәрсемен шұғылдан. Намаз оқы, кітап оқы, жазу жаз, саяхатқа шық, қонаққа бар, үйінді дұрыста, басқаларға жәрдем ет. Мұнайма, өйткені сенің жағдайындағы барлық нәрселер жақсылық. Иманды адамның ахуалы қандай таңғаларлық. Оның барлық ахуалдары ол үшін жақсылық және бұл имандыдан басқа ешкімге нәсіп болған емес. Егер қандай да бір жақсылық болса, ол Аллаға шүкір қылады және бұл ол үшін жақсылық болады. Ал енді егер оған бәле келетін болса, ол сабырлық танытады және бұл дағы ол үшін жақсылық болады. Мұнайма, өйткені Алла тағала сабырлы және иманды кісіге ұлы сыйлықтарды уәде қылған. Алла оларды сол күннің кесапатынан сақтайды. Һәм оларды жүздері бал-бұл жанған шад-шадыман күйде қабылдайды. Сабыр еткені үшін оларға жәннатты нәсіп етіп, кір сусындаған жібек киімдер кигізеді. Жұмақта салтанатты орындықтарға шалқая түсіп, жайғасып отырады. Бұдан былай олар онда күннің аптап ыстығын да, бет қарыған аязды да көрмейді. Оларға жәннат бақшаларындағы ағаштар саясын түсіреді және шоқ-шоқ жемістері қол созым жерде тұнып тұрады. Олардың маңынан айналсоқтап шықпайтын жұмақ қызметшілері оларға күміс ыдыстар және мөп-мөлдір қадақтармен зыр жүгіріп, алуан түрлі сусындар тасиды. Мөп-мөлдір күміс қадақтармен сусындар тасиды.
ішетін сусындарының түрі мен мөлшерін өздері белгілейді. Оларға қош иісті һәм сондай ләззатты жұмақ дәмдеуші зәнжәбил қатылған сусынға толы қадақтар ұсынылады. Бұл сусындар бәйіппен үздіксіз ағып тұратын сәлсәбил атты бастаудан құйылады. Мәңгі бәкей балғын, бәк қалпында қалатын жұмақтағы жас балалар жұмақтықтардың маңынан айналсоқтап шықпай қызмет етеді. Оларды көргенінде жан-жаққа шашылған інжу екен деп ойлап қаласың. Қай жаққа қарасаң да қиял жетпес нығметтер мен зор сән салтанат көресің. Олар үстіне үлбіреген жасыл жібек пен атластан киім киіп, сәнді күміс білезіктер тағынады. Раббылары оларға тап-таза шарап ішкізіп ерекше сый көрсетеді. Міне мұның бәрі сендерге арналған сый-сияпат. Осылайша дүниедегі ерен еңбектерін ақталды. Инсан сүресі 11 аят. Мұнайма, қабағы қатулана түскен қара бұлттар, қаптаған қара түн жап-жаңа жарық күнмен ауысқаны сияқты, қара бұлттар таралып, күн ашылып жатқаның қанша мәрте көрдің ғой, шын ба? Сондай саған келген сынақтар мен қиыншылықтар да кетеді. Бәлелердің орнына нағыз жақсылықтар келеді. Мұнайма, егер сен күнә жасасаң, тәубе жаса, жаратқаннан кешірім сұра. Егер сен бір жаман іс жасап қойсаң, Алладан кешірім сұра. Егер қате жіберсең, оны дұрыста. Тәубе есіктері ашық. Жаратушы мейірімді және қайырымды, кешірім беріледі. Дұғалар қабыл болады. Мұнайма, бәле кесапаттардың және сынақтардың ең кемінде 3 ғибраты бар. Сабырлы болу, дұға қылып Аллаға жалбару және құтылуды күту. Мұнайма, әлбетте қайғымын ұйқысыздықтан, жүйкенің жұқаруынан және уайымнан басқа еш нәрсеге алып келмейді. Мұнайма, әрдайым жаман жай-күйден шығудың жолы бар. Жеңілдік келеді, құтылу келеді. Алла тағала өзінің ақ ниетті құлдарын жәрдемсіз және қолдаусыз қалдырмайды. Мұнайма, жақсылықтан үміт етіп, ешқашан өлмейтін тірі Аллаға тәуекел ет. Мұнайма, Алланың мейірімінен үмітіңді үзбе. Оған қорқумен, үмітпен жалбарын. Оның ризашылығына және сыйлығына ұмтыл. Сонда сен екі дүниеде де бақыт табасың. Мұнайма, жақсылық жаса, басқаларға үлгі бол. Және ауыр сынақтарға тап болғанда сабырлық пен табандылық көрсеткендерге қара. Мұнайма, бақыт жақын, әрдайым бақытты болуға болады. Қолындағы бар нәрсеге разы бол. Алла тағала әркімге өзінің ризығын береді. Және бұл ризық әркімге әртүрлі беріледі. Біреулер сұлу болса, басқалар онша келбетті емес. Біреулер бай болса, тағы біреулер кедей. Біреулер қабілетті болса, басқалары қабілетсіз. Біреулер ақылды болса, басқалары онша ақылды емес. Біреудің денсаулығы мықты болса, басқалардікі нашар. Біреулердің ықпалы күшті болса, басқалардың ықпалы жоқ. Біреулер күшті болса, біреулер әлсіз. Алла әрбір жанға өзі қалағанындай жақсылық берген. Енді қайсы бір жақсылық басқалардікіне қарағанда аз болып қалғаны үшін наразы болу жаратқанның жазмышына қарсы шыққандық емес пе? Бұл дүниедегі жақсылықтар ақиқатсыз бөлістірілген деп есептеп, Алланың жасағанына наразы болу дұрыс емес. Біз Алла берген нәрселерге разы болып, оған шүкіршілік қылуымыз керек. Өзіңе бергенімді қабыл ал. Осынау нығметім үшін сөз жүзінде әрі іс жүзінде шүкіршілік білдірушілердің бірі бол. Ағраф сүресі 114 аят. Разы болып, шүкір қылу иманды кісіге тыныштық пен жақсылықтарды алып келеді. Біздің көпшілік тақуа ата-бабаларымыз кедей өмір сүріп, әсем үйлерге және сан жетпес байлыққа ие болмағанымен, олар еш нәрсеге шағымданған емес. Алла тағала берген нәрселерді жақсылық үшін ғана қолданып, елге көптеген пайда алып келген. Олар өздері де бақытты болып, басқаларға да бақыттың келуіне себепші болған. Олар көп нәрсені білген емес, бірақ олардың өмірлері берекелі және нәтижелі болған. Ал енді қазіргі көптеген байлар керісінше ақиқат жолдан тайды. Жиған байлықтары оларға бақыт та, пайда да алып келген жоқ. Алла тағала саған берген нәрселерге разы бол. Өйткені сенің бақытың сенің ризалығында. Ислам тарихында аты қалған талай ұлы ғалымдар кедей, денсаулығы да нашар болған. Солықтармен де өзгешеленген емес. Олардың арасында соқыр болғандар да кездеседі.
Соған қарамай, олар дүниеге баға жетпес еңбектерді және орасан зор ілімдерді қалдырып кетті. Ақырында адамзаттың ең ардақтылары пайғамбарлардың қой баққанын ұмытуға болмайды. Дәуіт пайғамбар сауыт жасаумен шұғылданса, Закария пайғамбар ағаш ұстасы болған. Сондықтан сенің шынайы байлығың, бұл сенің сұлулығың, байлығың және отбасың емес, бұл сенің өнерің және қабілетің, сенің жақсы істерің және ел үшін алып келген пайдаларың. Саған Алла тағаланың берген нәрселеріне разы бол, шүкір қыл. Бұл дүниеде олардың ризық несібелерін де мына біз үлестірдік. Зухруф сүресі 32 аят. Жұмсақтық, сұлулық. Жұмсақтық кісінің көркі, ал оның жоқ болуы жиіркенуді және алыстауды алып келеді. Жұмсақтық, сыпайылық, сүйкімділік, күлімдеу және жақсы сөздер – бұлар бақыттылардың белгісі. Шынайы иманды кісі сондай болады. Ол ара сияқты жақсы нәрсемен азықтанып, жақсы нәрсе бөліп шығарады. Ол гүлге қонғанында оны сындырмайды, не басқа зиян келтірмейді. Алла тағала жұмсақтық үшін қаталдық пен дөрекілікке берілмейтін нәрселерді сыйлыққа береді. Дүниеде әдепті, тәрбиелі кісілер бар. Олар сүйкімді жандар. Оларды барлық жерде асыға күтеді. Келгенде құшақ жая қуанып қарсы алады. Олардың сөйлеген сөздерінен, жұмсақтығынан, мейірімінен, көмегінен және тәртіптілігінен айналасындағылар рахат алады. Барлығы олармен араласқысы келеді. Барлығы олармен таныс болып, қарым-қатынас жасауға ұмтылады. Жұмсақтық олардың өзгеше мінезі. Бұл адамдар жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын қолынан келген ең керемет жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досына айналғанын көресің. Фуссилат сүресі 34 аят. Олар жамандыққа жақсылықпен жауап береді. Бауырмал болып, мейірімділік танытады. Реніштерді кешіреді. Ақылсыздардан бет бұрып, ашуын басады. Жақсылықты еске алып, жамандықты ұмытады. Оларды жан дүниесіндегі салмақтылығы, сабырлық пен сезімталдығы өзгешелеп тұрады. Ал енді айналасындағылар олардан ешқашан зиян тартпайды. Бұл дүниедегі өмірлерінде олар айналасындағылармен тату тәтті өмір сүреді. Ал енді ақыретте оларды ұлы сыйлық күтіп тұрады. Басқаға көз салма. Көз салу жегі құрт сияқты. Бұл көре алмасты қинайтын айықпас дерт. Ол басқа дерттерден өзгешеленіп, кісіге ешқандай сыйлық та, күнәлардың кешірілуін де алып келмейді. Көре алмас дос келбетіндегі дұшпан деп дұрыс айтылған. Көре алмастық пешке от жағып, одан кейін оған өзі түскен кісідей. Көре алмастық көптеген бәлелердің себепшісі. Ол кісінің мінез құлқын бұзып, оны жақсы істерді жасаудан қалдырады және оны әділетсіздікке итермелейді. Көре алмастық пенденің мазасын алып, жамандықтан басқа еш нәрсе әкелмейді. Сондай-ақ көре алмас кісі жаратқанның тағдырына қарсы шығады. Өйткені ол басқа біреудің жаратқан сыйлаған жақсылықтан құр қалғанын қалайды. Қай кездері көре алмастық өсек аяңға себеп болып қалады. Елдер кімді сүйіп, кімді мақтаса, кісі соған іш қылады және оның қадірін түсіру үшін қаралай бастайды. Көре алмастық сінің жүрегін қарайтып, өзін бақытсыз қылады. Өйткені ол көре алмаған кісісі оған берілген жақсылықтардан айырылғанда ғана тынышталады. Көре алмас кісі басқалардың бақытсыздығын көріп бақытты болады. Енді осыны бақыттылық деп айтуға бола ма? Отынды қалай жеп тауысса, жақсы амалдарды осылай жеп тауысатын көре алмастықтан бізді Алла өзі сақтасын. Өз бақытыңды жасап ал. Ақылды адам жоғалтуды кіріске айналдырады. Алла елшісі Меккеден қуылды, бірақ ол Мәдинаға көшіп келіп, ұлы ислам өлкесін құрды. Ол жаратқанның жарылқауымен жамандықты жақсылыққа айналдырды. Көпшілік кісілер бәлеге, кесел-кесапатқа және сынаққа тап болғаннан кейін дүниеге ұлы және маңызды нәрселерді тарту еткен.
Сондай сынақтардан кейін көптеген оқымыстылардың ұлы еңбектері басталған. Сынақтар көптеген ақындар үшін дүниеге ең жақсы поэмаларды сыйлаған шабыттардың бұлағы болып қалған. Ұлы деген жазушылардың бәрі басында ауыртпалық тартқан. Жақсы кеңеске құлақ сал. Саған лимон сыйласа, оған қант пен су қосып қойсаң, ең жақсы сусын бола қалады. Сен қандай сынақтарға тап болсаң да, оны жақсылыққа айналдыруға әрекет жасап көр. Ол үшін өзіңнің ақылыңды, шыдамдылығыңды және сабырлығыңды қолдан. Роза гүлдің сабағы тікенектермен қапталған, бірақ сенің көзқарасың ол сабақты бойлап жоғарыласа, сен ең керемет жұпар иісті көз жауын алған гүлді көресің. Алла тағала былай дейді: қайдан білесіңдер? Бәлкім ұнатпаған нәрселерің түбінде өздерің үшін қайырлы болар. Сондай-ақ ұнатқан нәрселеріңнің түбінде өздерің үшін зиянды болуы бек мүмкін. Ақиқатын Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Бақара сүресі 216 аят. Иманды кісі әрбір бақытсыздықты жақсылыққа айналдырып алуы мүмкін. Бұл күмән келтірмейтін шындық. Алла елшісі былай дейді: иманды кісінің ахуалы қандай таңғаларлық. Әлбетте, әрбір ахуал ол үшін жақсылық болып есептеледі, және бұл иманды кісіден басқа ешкімге берілген емес. Егер бір нәрсе оны қуантқан болса, ол Аллаға шүкір қылады, және бұл ол үшін жақсылық болады. Егер ол қайғыға душар болатын болса, ол сабырлық танытады, және бұл да ол үшін жақсылыққа айналып қалады. Біз байқамай жүрген бақыт. Бізге бақыттылық берілген болса да, оны басқа уақытта көпшілігіміз байқамай жүре береміз. Бақыттылықтың басы иманды болу бақыты. Біз басымызға келген сынақтарға шағымданамыз. Кедейлікке, ауруларға, біздің қиялдарымыз іске аспағанына, қалауларымыз орындалмағанына, біз қалаған дүние рахаттары бізге келмегеніне. Сонымен қатар бізге берілген ұлы сыйды иман бақытын байқағымыз келмейді. Айналаңа қарашы, жаратушыға сенбеген, пеш пен тозақ бар екенін сенбеген, жаратқанның сыйлықтары мен жазаларын танығысы келмеген, және оның әлемдегі шексіз кереметтерін байқамаған қаншама кісі бар. Олар жаратқанның мейірімділігінен үміт етпейді. Олар иман, сенім, жаратқаннан үміт, оған дұға арқылы жалбарыну, оған ғибадат жасау, оның жақындығын, қамқорлығын, қолдап қорғауын сезу сияқтылар алып келетін қуаныштан құр қалған. Өкінішке орай, біз арзымаған өткінші жақсылықтарды аңсап жүріп, ең ұлы жақсылықтарды ұмытып қаламыз.